Сәлем достар, бұл видеода сіздер біздің қалай Таиландқа барып қайтқанымызды көретін боласыздар. Ал ендеше қабыл алыңыздар және видеоның соңында подписаться батырмасын басуды және лайк қойып қоюды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Міне біз ұшақпен келе жатырмыз. Кішкентай Айкенді де алып алдық. Самолетта өте тыныш отырды, ұшақта жер көріне бастады. Міне мынау ең үлкен торговый центр Пхукет қаласындағы. Егер бұл қалаға келетін болсаңыздар, достар, біле жүріңіздер, бұл қалада небәрі 460 мың адам тұрады екен. Бұл шамамен Шымкент қаласының жартысы ғана. Ал негізі бізге айтты, бұл жаққа кішкентай баламен келуге болмайды деп. Біз міне мынандай көшеден де тамақтар жеп көрдік. Шошқа көп жейді, сол үшін абайламасаңыздар болмайды. Шошқа жеп қоюлары мүмкін. Бала ұрлайды деген сыбыс көп естідік, сол үшін балаларды әкелмеуге тырыстық, бірақ кішкентайымыз қалдыра алмадық, сол үшін алып келдік. Қасымыздан тастамай жүрдік. Отельдерде ішінде осындай балаларды ұрлайды дегенді естіп қатты қорықтық, бірақ магазиндерінде мынандай Pringles бар екен, күшті неше түрлі фруктылар бар, жеміс жидектер, манго бар, салаттарын жеді. Таксиге біз тек қана осындай жан-жағын бәрі ашық таксиге міндік. Өте керемет сезім, жел үріп тұрады. Бұл жақта біле білсеңіздер, қыс болмайды. Жыл бойы 28-26 градус болып тұрады. Бұл жып-жылы, сондай рахат, шомылуға да болады, ары-бері серуендеуге де болады. Осылай 12 ай бойы жып-жылы болып тұрады. Міне мынау атақты Ката деген пляжы, Корон Бич кешірім сұраймын. Бұл пляждың айырмашылығы. Бұл жерде құмның үстін бассаң, құм сықырлайды. Қызық дыбыс шығарады, сықырлаған дыбыс. Бізден шомылдық, осы жерде құмыр аяққа басқанға әртүрлі ұлттың адамдары болды. Корейстер бізді суретке түсіріңіздерші деп айтты, олар бізді түсірді. Мынау мен шомылып жатқан бұл атақты теңіз. Бұл әрі қарай Үнді мұхитына жалғасып жатыр. Ал папамыз кетті, ұшып бара жатыр. Мен қорықтым, мен мінген жоқпын. Мынау парашют астынан қарасаңыздар, қазір көресіздер, күшті катамаранға байланған. Катамаран жүрген кезде мынау одан бетер биікке ұшады. Инструктормен бірге ұшып бара жатыр папамыз. Мынау енді балық под соусом, да? Thank you. Мына жерде бұрын кішкентай кезінде GTA ойнағандар біледі. Осындай көшелер болады, осындай море болады, жағында теңіз. Осындай көшелерде GTA-да жүреді, атсады. Осы жерлер сол GTA-да осы жерден алынған. Мынау атақты Бангларод деген көшесі. Сол көшеде стрит-фуд деген бөлім бар. Сол бөлімге кірсеңіздер, неше түрлі свежий балықтар, теңіз өнімдерін жеуге болады. Шаян, крокодил, әртүрлі жыландар, лобстерлар. Біз лобстер жеп көрдік, бірақ енді иісі сұмдық сасып тұр. Қорқынышты. Неше түрлі балықтың түрлері бар, жеміс жидектердің түрлері бар. Жеп көруге болады. Біз көбісін жеуге жиіркендік. Кокостың дәмі ұнаған жоқ бізге, мүлдем бір сүттің дәмі сияқты. Ең қатты ұнаған манго сусыны және дракон деген ба қандай бір жеміс бар, иісі өте сасық. Жақындағаннан сондай сасық, оны жей алмайсың және шетелге алып кетуге болмайды екен. Недорого, да. 100 бат, да. 100 бат. Сережки. Ой, да, 100 бат. Крокодил. Да, крокодил 150 бат. Большой. Нагрели вкусно. А это 100 бат, да? 100 бат. Уже қарап жүрегім. Попробуй, море плаваем много. Сюда вот это хорошо. Немножко. Айбай, ну ладно,
Моллюски. Андай миде моллюски да бар екен. Ал біз достар маймылдар аралына келдік. Бұл жерде маймылдар храмы деп аталады. Бұл жерде маймылдар жүреді, және банан қолыңызға беріп қояды. Солармен маймылдарды тамақтандыруға болады. Және үлкен Будда храмының ішіне кірдік. Ішінде жатқан Будда, әртүрлі оның бейнелері бар. Төбесіне шықтық, ауа жоқ екен. Терлеп қиналып кеттік. Біздің Айкошқа маймылдар ұнаған жоқ, оған кептерлер қызық болды, сол құстармен ойнады. Және маймылдарды көрген кезде оған күлуге болмайды екен. Егер күлетін болсаңыз, ол сізді ашуланып тұр деп ойлайды екен, да, сөйтіп сізді тістеп алуы мүмкін екен. Маймыл тістесе инфекция жұғады, сол үшін өте абай болу керек, аузыңды ашпай жүру керек. Біз мұнда пілдердің өнерін көруге келдік. Мынау кішкентай піленок, пілдің баласы, бұл бізге билеп берді, сол жерде өнер көрсетті. Одан кейін біз онымен суретке түстік, тамақтандырдық. Ал бұның анасы, үлкен анасының үстіне шығып, біз серуендедік. Қараңыздар, қазір биін көрсеңіздер болады. Мой вот, короче, пілдің үстіне шығып. Мама, қорқынышты, Айкош да отыр. Андай пальмалардың арасында биіге, мынау тиіп кетейін деп қалды. Өзінші насымдар. Шатается, кәдімгідей шатается. Байқайсың, да, піл. Мынау спокойно тұр ғой, үйреніп қалған ғой, мына қырта әшейін ойнап отыр ғой, прикол ұстап, мынаны аяғын ұстап. Біз деген адам отырған. Ұстап алғанбыз ғой, қорқып құлап қалмайық деп. Айкош жаға прикол ұстап отыр ғой. Күшті, Ай, да что ты сидишь? Ай, аккуратно. А можно ближе подойти? Иди поближе к нему. Не бойся. Все, хватит. Все, пойдем, хватит. Давай, пойдем. Да, не видел? Иди ко мне сюда. Ко мне. Иди, не бойся нам этих чужих. Она приезжает фонтаном, набирает воду хоботом. Сейчас брызжет. Давай дальше самая смелая. Фонтан пускай. Так, вон. Сел. Ты можешь покласть подойти? Ал мұнда біз бамбуктың үстінде өзен бойымен жүзіп бара жатырмыз. Мынау кісі бізді осылай көрсетіп жүр. Мынандай джунглидің ортасына келіп жүзіп бара жатырмыз. Қараңыздар, судың астындағы тасбақаларды. Арнайы осындай тасбақалар өсетін жерге алып барды бізді. Және сол джунглидің ішінде біз тамақ іштік. Олардың тамақтары көбінесе күріш және морепродукты. Ал мына жерде папамыз біздің аяғын аяққа пилинг жасайтын балықтарға салды. Достар, бірақ қайталамаңыздар, бұл өте қауіпті. Өйткені әртүрлі адамдар салады, инфекция жұқтырып алу қаупі бар. Бұлар аяқтағы терілерді, өлген терілерді тістеп тазалайды. Бір қызығы, біз Айкоштың аяғын салған едік, оны тістемеді. Оказывается, балалардың терісі таза болады екен, оны тістемейді екен. Это наш такси. Мы поймали такси. Ішім мынандай ғой. Дискотекаға. Бүгін өзіме осындай тәттілер алдым.
мынау кокосовое масло денеге, шашқа, даже тамаққа қолдануға болады екен. Это скраб и маска. Витамин Е для омоложения. Это у нас пенка для умывания, помада, ерінге арналған. И маски буду тестить, если что, побольше возьму. Ал мына жерде біз достар қазір үңгірге кетіп бара жатырмыз. Анау үңгірдің ішіне кіріп, қараңғы болады. Соның ар жағында басқа жер ашылады. Сол жерге кірейін деп тұрмыз қазір. Үшеуміз отырып алдық бір қайыққа, өзіміз естіп жатырмыз. Және қасымызда Айкош бөпеміз бар. Өте қорқынышты, өйткені біз қазір теңіздің үстінде кетіп бара жатырмыз. Мына жерде астына құласаң, в общем, батып кетуі мүмкін. Өте қауіпті. Қазір бізбен бірге кіріп көріңіздер үңгірдің ішіне. Аналардың жатып алған қырсы үшеуінің. Үңгірге жақындадық. Үңгірге кірген жатырмыз. Мамочки, аналар ятсыр жатыр. Мама, надо же было, да, такое придумать. Аллахым, не деген керемет. Мама, қорқам мен шығарамын ғой. Мамочки. Ал енді бұл Джеймс Бонд аралы, атақты арал. Бұл жерде көп кинолар түсірілген, өте әдемі жер. Тура біз келген кезде жаңбыр жауып кетті. Бұл Пхукетте сондай тропикалық жақтарда жаңбыр бірден жауа салады, қатты құйып, бірден тоқтай салады, күн ашылып кете салады. Сондай ауа райы өте құбылмалы. Мына ортада тұрған тасты қараңыздар, қандай әдемі. Осы жерде көп кинолар түсірілген екен. Ал біз достар мына жерде снорклинг жасадық. Снорклинг деген мынандай очки киесің, аузыңа трубочканы тағасында, сөйтіп жилетка киіп, судың астына сүңгисің. Судың бетінде қалқып жүріп, судың астында неше түрлі балықтарды көресің. Осылай қарап жатып, судың астындағы балықтарды әлемін тамашаладық.